балаға білімді не үшін береміз? Яғни білім берудегі біздің ниет. Бүгінде ата-аналар баланың білімді болуына көп көңіл бөлетін сияқтымыз. Анда да мында да шетел асырып оқытып жатырмыз. Баланы оқыған жақсы ғой. Дегенмен біздің ішіміздегі ниет қандай өзі? Ал мойындайық. Мойындап көрейікші. Білімді болсын, көңіл көкжиегі кеңесін, өз саласы майталманы болсын деп оқытамыз ба? Әй қайдам осы. Бір жерде креслода отырсын, ақшаны көп табатын қызметте болсын, бізді үлдемен білдеге орасын деген ниет басымырақ сияқты көрінеді көбімізде. Абай да оқытты балаларын. Бірақ айтады, баламды медресеге біл деп бердім дейді. Қызмет қылсын, жиналсын деп бермедім дейді. Жанбай жатып сөнуге деп қояды. Өйткені адам баланың ниеті болып бұзылады. Көп әке, көп шеше осы жерден ұсталып қалатын шығармыз енді. Жұрттың баласының алдын орап кетсін дей ме, атым шығарсын дей ме, ит сілікпесін шығарып, анда-мында сүйрелей береді. Баланы құрдымға жіберетін нәрсе сол деп ойлаймыз. Әке мен шешенің тщеславиясы, даңқ құмарлығы көп жағдайда балаға кесірін тигізіп жатады. Бала жалпы 11-12 жасқа шейін қазақ ойын баласы дейді баланы. Өйткені оның бейімі, оның хақысы ойын. Өйткені бала әлі физиологиялық толық жетіліп те болған жоқ. Ол таңын жазу керек. Ол бала жүгіру керек. Ойнау керек. Сондықтан да ойын баласы деді. Ана жолы сөздерімізде айтып жатырмыз. Mesela Лермонтовты 11 жасында, Ломоносовты 11 жасында берген екен мектепте. Елдің бәрі ойыны қанғаннан кейін барып ғылымға кірісті, бірақ ғылымда қаншама нәтиже шығарғанына біразымыз куәміз. Ондай мысалдар көп ақ. Яғни ойын баласының өмірінің негізгі мәні ойын. Соның баланың сол хақын тартып алып, қазір біздің қатарымыздағы адамдар мысалы үшін Қазақстанда дейді. Баласын әлі жаңа ғана памперс шешкен баланы алып барып развивашка дейтін апарамыз, ағылшыншаға апарамыз, одан шыққан соң пианиноға апарамыз, одан шыққан соң күреске апарамыз, одан шыққан соң домбыраға апарамыз, одан шығар вокалға қатысады, өлең айтады, үйтеді, бүйтеді. Бала соның бәрінен біраздан зәрезеп болады. Сынып қалу кәдімгі. Ал ара жағындағы түп мақсат әке-шешенің әйтеуір қалай болғанда жұрттың алдына түссін деген бір ой. Баламен санаспайды.